Бүгінгі депутаттық сауалым қарапайым халық ішер ас киер киімге жармай жүргенде бюджеттің бүйірін теспей сорып отырған саладағы былықтар туралы. Ол спорт. Спорт денсаулық кепілі дейміз әлімсақтан. Бірақ Қазақстанның спортына бөлінетін қаражат денсаулықтың емес, біз біреулердің шексіз баюының кепіліндей көрінеді маған. Мемлекет басшысы жуырда спортшылармен кездескенде, кәсіби спорттағы аса жоғары жетістіктің болмағаны, мемлекеттен бөлінетін қаражаттың тиімді жұмсалмайтынын көрсетеді деді. Енді есепті қараңыздар. Қазақстан жоғары жетістіктер спортына бюджеттен 775 миллион доллар бөліп отыр. Мынау не масқара? Халық кедейшіліктің құзына құлап жатқанда спортқа 775 миллион доллар бөлу ақылға сыя ма? Ең сорақысы, қисапсыз ақша бөлсек те жеткен жетістігіміз жоқ. Мысалы, 2021 жылы Токиода өткен жазғы Олимпиада ойындарында Қазақстан құрамасы бар жоғы 8 қола медаль иеленіп, 92 мемлекеттің ішінде 83-ші орын алды. Сонда әлгі 775 миллион долларға жеткен жетістігіміз осы ма? Енді салыстырып айтайын. Жоғары жетістіктер спортына 41 миллион доллар бөлген Нидерланды Токиодағы Олимпиадада 10 алтын, 12 күміс, 14 қола медаль алды. Ал жоғары жетістіктер спортына 46 миллион доллар бөлген Дания Токиода 3 алтын, 4 күміс, 4 қола медаль алды. Біз 775 миллион долларды спортқа бөліп 8 қоламен келдік. Жуырда Қытайда өткен Азия ойындарынан 11-ші орынмен оралғанымызды және қосыңыз бұған. Бұл бір. Екінші мәселе. Қазақстандағы спортқа жауапты министрлік 180-нен астам спорт түрін ресми тіркеп, оған бюджеттен қыруар ақша бөліп отыр. Соның тек 50-ге жуығы ғана жазғы Олимпиада ойындарының тізіміне енген. Қалған 100-ден астам спорт түріне министрлік не үшін бюджеттен ақша бөліп отыр? Салыстырып айтайын. Ұлыбритания Олимпиада бағдарламасына кіретін тек 15 спорт түріне бюджеттен қаржы бөледі. Германия 18 спорт түріне қазынадан ақша береді. Ал көршіміз Өзбекстан тек 17 спорт түріне бюджеттің қаржысын жұмсайды. Сонда біздікі не шашпалық? Қазақстан қазынадан ақша беретін 180 спорт түрінің ішінде пенчак силат, спорттық балық аулау, биатл, триатл, петанг, текбол, унифайт, черлидинг дегендер жүр. Бұл атауларды бұрын естігендер өте аз шығар. Айтпақша, Қазақстанның бюджетінен қаржы бөлінетін және бір спорт түрі бар. Спорт на пилоне деген. Іздеп қарасаңыздар, министрлік бұған қалай қаржы бөліп отыр деп жаға ұстайтындарыңызға мен кепіл. Ал ұлттық спортымыздың халі нешік дегенге келейік. Ұлттық спорт түрлерін қолдауға 2024 жылға бар болғаны 10 миллион 460 мың теңге бөлу жоспарланған. Бұл құжат бізге келді. Өте аз. Мұны қалай түсінуге болады? Ол аздай қазақ күресін мазақ қылып турнир ұйымдастырып, оны жаһанға жариялап жүргендер және бар. Тағы бір мәселе. Спорт және туризм министрлігінің бюджетін қарағанда, құжаттың 311-ші бағдарламасында жеке және заңды тұлғаларға, оның ішінде шаруа қожалықтар мен фермерлік қожалықтарды субсидиялауға 54 миллиард теңге қарастырылған. Спорт және туризм министрлігі шаруа қожалықтары мен фермерлік қожалықтарға не үшін қаражат бермекші? Бұл сауалды комитет отырысында қойдық, бірақ нақты жауап ала алмадық. Қажет болса, отандық спортқа деген шын жанашырлық Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасында анық көрсетілген. Енді ұсыныстар. Бірінші, министрлік бекіткен 180 спорт түрін шұғыл қысқарту қажет. Мемлекет басымдық беретін бағыттарда олимпиадалық, ұлттық, одан кейін пара және сурда олимпиадалық спорттар қалуы тиіс. Екінші, кәсіби спорт клубтарына берілетін ақшаны шектеу керек. Мысалы, Астана футбол клубы, Барыс хоккей клубы, Астана баскетбол клубы мен Астана велокомандасына жылына самұрық қазынадан 65 миллион доллар бөлінеді. Бұл асып тасу. Түптеп келгенде ол ақша самұрық қазынаның емес, халықтың ақшасы. Үшінші, легионерлерге бюджеттің есебінен айлық төлеуді тоқтату керек. Шетелден спортшы шақырды ма, оның айлығын демеушілердің есебінен төлесін клубтар. Төртінші, жергілікті спорт федерацияларды тікелей орталыққа бағындыру керек. Бесінші, спорт саласына мониторинг деген түсінікті енгізу керек. Еске салайын, келер жылы Париж олимпиадасы өтеді. Сол кезде тағы да ұятта қалмау керек. Осы депутаттық сауалға заңнамада белгіленген мерзім ішінде жазбаша жауап күтеміз.